Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гаухар. Бүгін мен сіздермен өзімнің оригинал сүтті қыз деп аталатын торттың рецептісімен бөлісемін. Каналымнан алыстамаңыздар. Алдымен бізге сгущенка қажет болады. Мен рогачев сгущенкасын қолданамын бүгін. Қоюлығы 8,5% болуы керек міндетті түрде. Суретте жанында шығарып қойғанымдай три желания сгущенкасын қолданғаныңыз дұрыс негізінде. Менде болмағандықтан мен рогачев сгущенкасын қостым. Алдымен сгущенкамызды құйып аламыз. Ыдысымызға 600 грамм сгущенка қажет болады және оған 4 жұмыртқамызды жарып аламыз да миксердің ең аз жылдамдығымен жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Және де мен ұн мен қопсытқышты дайындап қойдым. Қопсытқыш пен ұнды міндетті түрде еліктен өткізуіңіз керек. Және де қопсытқыш пен ұнды барлығын жақсылап бір-бірімен араластырып аламыз. Және біздің сгущенкамыздың үстіне екіге бөле отырып, қосып жақсылап миксерлейміз. Түйіршіктер қалмайтындай жақсылап барлығын миксерлеп аламыз. Ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіздер, себебі ұнның да сапасы әртүрлі болуы мүмкін. Біздің тортымыздың коржы өте жұмсақ болу керек, сондықтан абайлап ұнымызды екі бөлікке бөле отырып қосамыз. Және де жақсылап барлығын миксерлейміз. Түйіршіктер қалмайтындай жақсылап тұрып миксерлейміз. Мінекей мен миксерлеп болдым. Мінекей осындай сұйықтық болу керек. Енді мен пергамент қағазын дайындап аламын. Менде поклан пергамент қағазы осындай қоңыр түсті. Өте сапасы жақсы болғандықтан мен әрдайым осы поклан пергамент қағазын қолданамын. Мен 10 корж пісіретін боламын, сондықтан осындай 10 дана пергамент қағазды қиып аламын. Енді тортымыздың диаметрін, яғни формасын шығарып алуымыз керек. Менде арнайы форма болмағандықтан торт пісіретін мен әрдайым осы әдісті қолданамын. Пергамент қағазының астына өзіңіз жасайтын, өзіңіздің тортыңыздың диаметріне келетін тарелканы алып аласыздар. Және де менде осындай торт жинайтын кольцо бар. Осы кольцомен екі жағынан қысамын. Осы әдіспен біз формамызды шығарып аламыз, яғни тортымыздың дөңгелек формасын шығарып аламыз. Және де қазір осы форманың ішіне біздер торттың корждарын пісіріп аламыз. Мінекей мен 10 пергамент қағазын кесіп алдым. Осындай 10 форма дөңгелек жасап алдым. Енді әр қайсысына 2-2,5 ас қасықтай қамырды салып барлығын жағып шығамыз. Осы дөңгелектің формасымен жасап шығамыз барлығын. Мінекей мен барлық пергаментқа қамырымды бөліп алдым. Енді барлығын жағып шығамын. Үлкен ас қасықтың көмегімен осылай форманың дөңгелегі бойынша тортымыздың қамырын жағып шығамын. Менің корждарымның диаметрі шамамен 20-21 см. Мінекей осылай жағып шығамыз барлығын. Шама келгенше қамырымызды түзеу етіп жағуға тырысыңыздар. Сол кезде біздің тортымыз піскенде түзеу әдемі болып пісетін болады. Мінекей достар, мен 10 пергаментке 10 коржымды жақсылап барлығын жағып шықтым. Енді корждарымызды пісіреміз 180 градуста. Шамамен 6-7 минуттай пісіреміз. Мінекей менің корждарым дайын болды. Өте керемет болып пісті. 7 минутта менің корждарым дайын болды. Енді тортымыздың кремін жасауға кірісеміз. Мен осындай әрдайым 33%-дық клейге қолданамын, яғни сливки. 500 мл-дай бізге клейге қажет болады. Міндетті түрде кремға қосатын ингредиенттеріміз салқын болу керек. Сливкемізға 100 граммдай қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксердің орташа жылдамдығына қоя отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін творожный сыр қосамыз. Мен 400 грамм творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікті қостым. Мен әрдайым креметтінің сүзбелі ірімшігін пайдаланамын. Енді кремімізді жақсылап миксерлейміз. Креміміз қою болу керек. Мінекей, менің кремім дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Мен арнайы торт жинайтын кольцоны қолданамын. Міне бірінші коржымыз біздің кетті, видеоға түспей қалды.
Енді екінші коржымыздан бастап көрсетемін. Мінекей осылай коржымызды сала отырып, шамамен 2-2 жарымдай ас қасық крем кетеді әр коржының ортасына. Егер сізде осындай торт жинайтын кольцо болса, міндетті түрде пайдаланыңыз. Сол кезде сіздің тортыңыз биік, тіке әрі әдемі болып шығады. Коржымыздың барлығын ортасына осылай крем жаға отырып жинап шығамыз. Және де біздер міндетті түрде крем алып қалуымыз керек тортымыздың бетін әсемдеу үшін. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді тортымызды жарты сағатқа немесе 40 минутқа міндетті түрде тоңазытқышқа салып қоямыз. Кішкене крем қату керек. Міне біздің қалған креміміз. Мен ол кремге осындай краситель қосамын. Көк түсті краситель қосамын, себебі менде бүгін баламның туған күніне арналғандықтан тортым осындай краситель қосып тұрмын. Креда деп аталады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде ашық көк түсті крем пайда болады. Мінекей осындай крем шықты менде. Тортымды тоңазытқыштан алып шықтым. Енді абайлап кольцоны алып тастаймыз. Кольцоның жанына жағылған кремнің барлығын соңында кольцодан алып аламыз. Абайлап, мінекей жайлап мен тортымнан кольцоны алып алдым. Жандағы кремдарын да барлығын алып аламын. Оның барлығын тортымыздың шетіне жағып шығамын. Енді тортымызды әсемдеуге кірісеміз. Манағы жасаған кремімді жандарына молырақ етіп жағып шығамын барлығын. Ең алдымен барлығын жағып шығамыз, одан кейін тегістейтін боламыз. Кремді жандарына жағып шықтым тортымның, енді жайлап тегістейтін боламын. Өздеріңізде арнайы торт тегістейтін құрал болса, пайдалануыңызға болады. Барлығын жақсылап тегістеп аламыз. Үстіңгі жағына да крем жағып, барлығын барымша тегістеп алдым. Тортымызды тегістеп болғаннан кейін, тағы да жарты сағатқа немесе 40 минутқа тоңазытқышқа міндетті түрде салып қоюымыз керек. Креміміздің екінші слойын жасайтын боламыз. Мінекей мен тоңазытқыштан алып шықтым тортымды. Енді тағы да екінші слой жасап жатырмын. Міндетті түрде тортты тоңазытқышқа салып тұрыңыз. Сол кезде сіздің тортыңыз өте түзу әрі әдемі болып шығады. Кремнің барлығын жағып шықтым. Енді менде осындай арнайы торт тегістейтін темірім бар. Осы құралды мен пайдаланамын. Менің тортым дайын болды. Енді мен шоколадный глазурьді жасап алдым. Водяной баняда шоколад пен сары майды ертіп аламыз. Енді осы шоколадный глазурь арқылы біздер осындай әдемі патек жасайтын боламыз тортымыздың шеттеріне. Мен кішкене қасықпен осылай патектарды жасағанды өзім ұнатамын. Сол кезде сіздің патектарыңыз өте әдемі болып көрінетін болады. Тортымның патектарын барлығын жасап алдым. Міне өте әдемі керемет болып шықты. Енді мен өзімнің тортымды әсемдеуге кірісемін. Сіздер өздеріңізге ұнағаныңыздай әсемдеуіңізге болады. Жаңа піскен жеміс жидектерді қолдануыңызға болады. Шоколад немесе тағы да басқа өзіңіздің фантазияңызға қарай керемет етіп әсемдеуіңізге болады. Мен бүгін осындай шоколадный шариктарды қолданамын. Барлығын осылай әдемі етіп қойып шығамын. Түрлі түсті безелермен әсемдеймін. Тортым өте әдемі, өте керемет болып шықты. Мен бүгін баламның туған күніне пісіріп жатырғандықтан барлығын көк түсті етіп жатырмын. Егер қыз баланың туған күніне арналған торт болса, көк красительдің орнына қызыл немесе басқа түсті краситель қоссаңыздар болады. Шпажкадағы безелерді қолданамын әсемдеуге.
Және де әсемдік үшін осындай бэтмені бар пряникті тортымыздың алдына қоямын. Тортымыз дайын болды. Енді біздер дайын болған тортымызды бір түнге немесе 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тортымыз өте керемет, өте әдемі болып шықты. Мен аздап посыпканы себемін. Сіздер жаңағы айтқанымдай, өздеріңіздің фантазияңызға қарай, өзіңіз ұнатқаныңызға қарай красительді ауыстырып, немесе тағы да басқа заттарды қосып, тортыңызды әсемдеуіңізге болады. Видеомды соңына дейін көрсеңіз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көресіздер. Менің пісірген тортым балама өте қатты ұнады. Балаңызға міндетті түрде пісіруді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет.